Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздердің қалдарыңыз қалай? Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз, бүгінгі әңгімеміздің бір арқау болатын тақырыптардың бірі ол ИП ТО ашу қайсы дұрыс, ашу үшін не істеу керек, одан кейін қай банктен счет ашқан дұрыс. Осы екі тақырып туралы бір кішігірім, яғни толыққанды болмаса да барынша кішігірім түсінікті түрде түсініктемелер береміз деп ойлаймыз. Енді ИП ТО деген нәрсені, яғни ИП дегеніміз ол өзіміздің атымызда заңдастыруымыз, ол бір ғана құрылтайшыдан тұруы мүмкін. ТО дейміз, бір немесе бірнеше құрылтайшыдан тұратын, бірнеше негіздемесі бар, бір заңдастырылған заңды мекемені айтамыз, яғни ТО заңды тұлға, анау заңды мекеме деп айтсақ болады кішігірім. Енді оларды ашу үшін бір қарапайым нәрсе, біз барлығымыздың ойымызда бар нәрселерді бір алып тастайық. Ол ИП немесе ТО-ны ашу бір 5-10 минуттың шаруасы. Электронды түрде аша аламыз, L-Sense дейтін сайт арқылы аша аламыз, өйткені ол нәрсе қатты қиын емес нәрсе. Ол нәрсе ИП немесе ТО-ны ашу үшін қандай бір құжаттар керек, особо бір қатты да құжаттар керек емес. Сіздің ЕЦП қолтаңбаңыз, электронды қолтаңбаңыз, электронды цифрлы қолтаңбаңыз, одан кейін телефон номеріңіз, электронный адресіңіз, банковский 20 цифрлы счетыңыз, КЗ деп басталатын. Одан бөлек қай жерде тіркелдіңіз, ИП ТО-ны қай жерге тіркеу керек, яғни одан кейін сіздің налоговыйыңыз, үгітіңіз қай жерде. Осылар туралы кішігірім мәліметтер болса жеткілікті, ешқандай құжат та емес, басқа нәрсе емес. Сол өзіңіз туралы кішігірім мәліметтерді білсеңіз, ИП ТО-ны ашу қатты қиын емес, 5-10 минуттың көлемінде электронды түрде аша аласыздар. Яғни енді ИП мен ТО-ның айырмашылығына келейік. ИП мен ТО-ның айырмашылығы ол мынандай нәрселер. Мысалы, ИП-да, егер тендердағы ИП ТО-ның айырмашылығы, яғни тендерде мысалы өзіңіздің ИП-ңіздің атына ашылған счетыңыз арестке түсетін болса, онда сізге қатысты бүкіл счеттардың барлығы арестке түсетін болады. Яғни сіздің ИП-дағы, мысалы, Центркредитте ИП-да счетін жасатын болсаңыз, соған сізге қатысты бүкіл счеттардың бәрі арестке түседі. Яғни сіздің егер стипендия алатын болсаңыз, стипендия алатын счетыңыз, жалақы алатын болсаңыз, жалақы алатын счетыңыз, одан да бөлек Каспий Голд тақсындағы, яғни сондай счеттарыңыздың барлығы сонымен қатар арестке түсіріледі. Ол счеттарды тек қана ИП-ның счетін аресттен шығарғаннан кейін, яғни штрафын төлеп болсын, пенесін төлеп болсын, аресттен шығарғаннан кейін барып қана ашылады. Яғни сіздің сол счеттарыңызға да, сіздің жеке сол нәрселеріңізге шектеу қойылады. ИП-да мысалы сіздің ИП-ңізді басқа компания, шетелдік компаниямен жұмыс жасауға, шетелге байланысуға шектеп тастайтын болса, онда өзіңізді де шектеген сияқты болады. Яғни өзіңіз де шетелмен байланыс құрамай алып қалуыңыз. Яғни ИП-ға қандай жаза тағайындалады, толыққанды алып тастамайынша, ол тікелей өзіңізге де, жеке өміріңізге де қатысты шаралар болады. Яғни енді ТО-ның бір айырмашылығы, ТО-да мысалы черныйға кетсеңіздер, счет арестке түссе де, ТО-ға бір жазалар қолданылса да, онда оларда тек қана ТО жауап береді. Яғни ТО, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік қана жауап береді. Оның құрамындағы директоры болсын, оның құрамындағы басшылығы, оның құрамындағы жұмысшыларға ешқандай да әсер етпейді. Яғни бұлардың сол арестке түсуі, бұлардың жазалануы дейтін сияқты нәрселер. Енді келесі нәрсе мысалы печатқа қатысты. Яғни ИП немесе ТО-да біз тауарды апарған кезде ИП-да печат міндетті емес, белгілі бір суммаға дейін, яғни 1000 МРП-ға дейін ИП-да печат міндетті емес. Печатсыз тек қана накладныйға қол қойып жібере берсеңіз болады. Кез келген құжатқа, яғни бір нелер болсын, долларлар болсын, кез келген нәрсе болсын да, ол жерде сіздер печат апаруларыңыз міндетті емес, печат апармай қойсаңыздар болады. Яғни кез келген мемлекеттік мекеме ол договор үшін, накладной үшін ИП-дан печат сұрауға құқықтары жоқ. Енді ТО-да печат апару міндетті, кез келген договорда, кез келген бір шешілетін шешімдерде оларда қолмен бірге печат міндетті түрде, өйткені ол ТО кішкене посерьезно жүретін компания болғандықтан. Енді мысалы ИП ТО-ңызды ашыңыздар, енді бізде тендерде банк ашу, яғни қай банктен счет ашқан дұрыс, яғни физлицоларға, басқа банктерге. Мен енді өзіміз айналысып көрген бір екі түрлі банкты салыстырып көргім келеді. Сол банктен, яғни одан да бөлек банктер бар, физлицо, юрлицолармен, заңды тұлғамен жұмыс істейтін, бірақ біздің өзіміздің нақты бір екі айналысып көрген банкіміз бар, солар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Біріншісі Альфа-банк. Альфа-банк ол кішкене қызмет жөнінде өте баяу жүретін банктердің бірі. Яғни сіз Альфа-банктан тендердегі лицевой счетқа немесе счеттан ақша шығаратын болсаңыздар, кішкене көбірек 4-5 сағаттың көлемінде түсуі мүмкін, немесе бір күннің ішінде ақша түсуі мүмкін. Бірақ сондай сияқты нәрсе. Тарифтер де сәл қымбаттау деп айтсақ болады. Яғни өздерінің бір қойып берген тарифтері бар, мысалы 3000 теңгеге тариф қосасыз мысалы Альфа-банкте. Бірақ
3.000 теңге тариф қосқаннан кейін оның құрамына мысалы 15 рет тегін перевод жасау, 15 рет мысалы 10 миллионға дейін, 15 миллионға дейін мысалы ақшаны без комиссия шешу дейтін сияқты бір өзінің белгілі бір тарифтары бар. Альфа-банк, яғни Альфа-банктың яғни юрлы лицодағы заңды тұлғаларда қолданушылар өте көп, бірақ олардың заңды тұлғаларға бір более көбірек жағдай жасап бергендігі туралы айта алмаймын. Яғни барлығы көп қолданушы болды деген сөз, олардың мысалы көп жақсы жұмыс істеп жатыр деген білдірмейді. Бұл оның алдында да Альфа-банктың рекламалары бар жасап жатқан. Енді бір жаңадан бір банк шығып келе жатыр, ол Центр кредит деп айтсақ болады. Яғни Центр кредит дейтін банк, ол бұрында негізі несие беру үшін, негізгі бір дүниелердің барлығы ол несие беру үшін қолданылған болатын, қарапайым халыққа несиемен қамтамасыз ету үшін, кредитпен қамтамасыз ету үшін. Бірақ қазіргі сәтте мысалы Альфа-банк, яғни Центр кредиттің өзі заңды тұлғалармен жұмыс жасау нәрселердің барлығын жақсарып жатыр. Альфа-банкте мысалы Центр кредитте Альфадан бір жақсы жерлері бар. Мысалы оларда ақша аудару процесі тез болады, яғни жарты сағаттың ішінде, 15 минуттың ішінде, яғни лицевой счеттың ішінде мысалы 5-6 айдан аударатын болсаңыздар, онда ақша тезірек түседі. Немесе Центр кредитте карта дейтін сияқты нәрселер енгізген соңғы кездері. Ол картада сіз мысалы мына Центр кредитте картада без комиссия шешуге болады. 300 000 теңгенің 1 миллионға теңгенің лимитке байланысты. Яғни сіз мына жақтағы ТО-ның атындағы Центр кредиттің счетынан картаға без комиссия аударасыз, картадан без комиссия шешіп аласыз. Яғни Центр кредиттің бір-бірімен байланыстары өте жақсы. Яғни юрлицо мен физлицоның банктердің арасындағы байланыс өте жақсы болғандықтан сіздерде көп ақшаларыңызды экономдауға болады. И Центр кредиттің бір жақсы тез болады, одан кейін оның бір жақсы тарифтері арзан, қолайлы. Ол жерде тариф қоспасаңыздар да болады, өйткені бүкіл переводтардың барлығы көбіне без комиссия, олардың бір бекітіп берген суммалары бар. Мысалы сумманың 1%-ін 10%-ін ұстайтын болса, Центр кредитте нақты бекітіп қойған суммалар бар. Мысалы басқа банкке аударсын 350 теңге алады, мысалы комиссия ретінде. Оның барлығы мысалы 10 миллион 15 миллион теңге ақша аударатын болсаңыздар, 350 теңге бір аса қатты ақша емес деп ойлаймын. Яғни сіз қаншалықты лимиттеріңізді арттырған сайын, Центр кредит сіздерге Центр кредитті қаншалықты более көбірек пайдаланған сайын, яғни мен Центр кредитті жарнамалап жатқан жоқпын, бірақ просто өзімізге бір более көбірек пайда келтірген банктердің бәрі. Одан да бөлек Каспий банк деп айта алмаймын, бірақ Халық банк қазіргі таңда өте жақсы жұмыс істеп жатыр ИПТО-лармен, заңды тұлғалармен, бірақ олардың тарифтары туралы бір қатты аса қолданып көрмеппін. Одан бөлек банктер бар, яғни сәйкесінше осы банктердің барлығы, яғни біз екі банкты салыстырып бердім, кішігірім түрде, яғни осы банктер мен жұмыс жасасаңыздар болады, өздеріңіз таңдап аласыздар, яғни аспаймын, саспаймын дейтін болсаңыздар, Альфа-банкпен жұмыс істеңіздер, оларда бір белгілі бір қойып берген тарифтері, пакеттері бар. Мен өзім ұсынатын личный банк, ол Центр кредит банкі деп ұсынсам болады, өйткені бүкіл қазіргі таңда заңды тұлғаларға көбірек акцент қойып жатқандықтан, көбірек ақшаларыңызды банкке беріп қоймайтындықтан, Центр кредит банкі комиссиясы аз болғандықтан байланысты нелеріне байланысты мен сіздерге Центр кредит банкін ұсынамын десем де болады. Бірақ таңдау өз еріктеріңізде, кез келген банкпен жұмыс жасаңыздар болады. Бүгінгі тақырып осы. Енді келесі тақырыпта сіздермен тағы да тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жақсы тақырыптарды, жақсы